Копирайтер маманы тауарды немесе қандайда бір өнімнің қаншалықты көп өту немесе дұрыс пост жазу сіздің жазған жарнамалық мәтініңізге тікелей байланысты болады. Кез келген тауарды немесе қызмет түрін сату үшін жарнамалық мәтіннің көп оқылғаны керек. Ал ол көп оқылу үшін тақырыбы бірден көзге түсетін немесе бір қараған адамды қызықтыра білу керек. Егер копирайтинг саласынан сәл де болса хабарыңыз болса, мұның қандай маңызды екенін түсініп тұрған шығарсыз. Сонымен, жарнамалық мәтіннің тақырыбын қалай жасаймыз? Егер жарнама жасаумен айналыспасаңыз да, бұл сізге пайдалы білім болады. Себебі көп жағдайда қажет емес дүниелерді сатуға тура келеді. Ал бұндай кезде оны жылдамырақ және сіз қойған бағада сатылу үшін жақсы жарнамалық мәтін жасау керек. Жарнамалық мәтіннің көбірек оқылу үшін тақырып қоюдың 5 тәсілін айтамын. Бірінші тәсіл: қалай бұны істедім? Бұл сізді жеке тұлға есебінде көрсетеді, адамдарға біреудің тарихи қызықты және бұл ел назарын аударады. Мысалы, мені атақты еткен қарапайым әдеттер. Немесе сіз iPhone-ды 49% жеңілдікпен сатып алдыңыз. Оны қалай сатып алдыңыз? Екінші тәсіл: мен қалай? Бірінші айтылған тәсілге ұқсайды, тиімді жағын түсіндіріп, соңында назарын аударасыз. Мен қалай 3 қарапайым тәсіл арқылы бизнес жасадым. Үшінші тәсіл: қалай? Бұл қандайды бір нысанға бағытталып, соңында нәтижесін көрсетеді. Мысалы, қалай 18 жасында миллион табуға болады? Құпия: тақырыпта жазылған құпия сөзі жақсы жұмыс жасайды. Себебі мұндай сөздер адамның назарын бірден аударады. Адамдар құпия дүниені білуге тырысады, сондықтан бұны тиімді түрде қолдануға болады. Мысалы, ұзақ өмір сүрудің 7 құпиясы. Назар аударыңыз. Бұл сөзі арқылы бір дүниеге назар аудартуға болады. Және бұған көзі түскен адам ең аз дегенде көзімен шолып шығады. Мысалы, назар аударыңыз. Барлық тауарға 30% жеңілдік жүріп жатыр. Бұл аталған мысалдарды әртүрлі жарнамалық мәтіндерде қолдануға болады және жақсы нәтиже береді. Сонымен қатар, посттың тақырыбы үлкен әріппен жазылса өте жақсы, назарын аудартып отырады. Охват деген не? Охват деген публикацияның қанша уникалды адам қаралған жайлы сан түріндегі мәлімет. Яғни уникалды дегеніміз тек бір адам бірнеше рет қараса саналмайды. Яғни мен бір постты бір рет көрдім, одан кейін қайтадан көрдім, ол бір рет деп саналады. Себебі мен бір адамның бір IP адрестен, яғни бір адрестен қарадым, болды. Бұл бір адам деп саналады. Охват публикацияны адам қаншалықты оқығаны жайлы, енді былайша айтқанда сондай бір ақпарат. Мысалы, 1000 подписчик болса, оның 50 сіздің публикацияңызға лайк қойылса, демек жалпы 50 адамдай сіздің публикацияңызды оқып жүр деген сөз. Охват, бұл қазақша қарапайым тілде айтсақ, публикациямыздың жайылуы, көрінуі. Охватты көтеретіндей біз әрекет жасауымыз керек. Ол қандай әрекеттер? Бірінші, сохранение жасайтындай, закладкаға қоятындай пайдалы ақпаратқа толы публикация жасау. Яғни ол ішінде рецепт немесе лайфхак болса, ойында сақтай алмайды, ол закладкаға қояды. Сондықтан оған ол сондай керек информация, ондай ақпарат таба алмады, бірақ сізде тапты, оны закладкаға қойды, ол сіздің охватыңызды көтереді. Екінші, ол поделиться. Яғни сіздің публикацияңыз, мысалы интернет магазин ашылды, біз барлығымызға 20-50% скидка сондай жасап жатырмыз әр
тауарға немесе барлық адамға осындай бір сыйлық беріп жатырмыз, немесе осындай бір интернет-магазин ашылды, біз барлығына сыйлық таратамыз, немесе осындай адресте магазиніміз ашылады, ашылуы осындай уақытта, сол кезде бізде барлығымызға сондай тәтті шай, сондай барлығымызға сыйлықтар, сондай кішкентай мереке болады дегендей. Мысалы, әртүрлі сондай қызықты, керекті, сондай пайдалы, қалай айтсам, төмен бағамен осындай скидкалар болып жатыр дегендей ақпаратты сіз мысалы достарыңызбен бөліскіңіз келеді, жақындарыңызбен бөліскіңіз келеді. Сол кезде поделиться басасыз. Сондай ақпарат болса, міндетті түрде сіздің оқырманыңыз осы поделиться кнопкасын басып, сіздің охватыңыз көтеріледі. Ол пайдалы ақпарат қана болса да, мүмкін ол бір жақыны осындай ақпаратқа зәру болса да, сол поделиться арқылы жібереді. Мысалы, ондай ешқандай акция, распродажа жоқ, бірақ ол бір пайдалы ақпарат. Мысалы, рецепт. Үшінші, ол лайк. Яғни сіздің публикацияңыз ұнаса, видео немесе фото түрінде, немесе текст ретінде ұнап тұрса, ол әрине сізге лайк қояды, және лайк қойғасын сіздің келесі де публикацияңызды көреді. Төртінші, ол сізге комментарий, пікір жазу. Яғни сол комментарий, пікір жазу арқылы сіздің охватыңыз көтеріледі. Сондықтан сіз публикацияңыз соңында міндетті түрде комментарий жазатындай, пікір қалдыратындай, сондай бір сұрақ немесе бір сөз жазуыңыз қажет. Әр публикацияңыз осы төрт нәрсе арқылы көтерілсе, ол да керемет болады. Бірақ барлығымен емес, кейде сохранениемен, комментариймен, немесе сохранениемен, лайкпен ғана көтерілсе де болады. Бірақ әрқашан ойда сақтау керек, сіздің публикацияңыз осы әрекет етсе, осындай әрекет етіп, яғни сохранение басып, кнопкасына, поделиться кнопкасына басып, лайкқа басатын, сондай комментария жазатындай сондай пост болса, публикация болса, ол міндетті түрде сіздің охватыңыз көтеріліп, көбірек адамдарға көрсетіледі. Охватқа не әсер етеді? Бірінші, ол публикацияны қай уақытта саласыз. Егер пост аудиторияның ең белсенді уақытында салынса, охваты небәрі жоғары болады. Яғни постыңыз ең жақсы уақытта, ең көп отыратын уақытта салынса, соншалықты охват жоғары болады. Екінші, лайк қою жылдамдығы. Қаншама жиі түрде сізге лайк қойылса, соншама рет сіз оқырмандарыңыздың лентасында көрінесіз. Яғни қысқа уақытта лайк қою жылдамдығы. Үшінші, дайректтегі хаттар. Қаншалықты сізге осы дайрект арқылы оқырман көбірек жазса, соншалықты охват көтеріледі. Яғни публикацияларыңыз көбірек көрсетіліміне әкеледі. Төртінші, постты сақтау, сохранение. Егер сіз қызықты контент қойып жатсаңыз, оқырмандар оны өзіне сақтап алады, сохранениеге басады, сонымен бірге сіздің охватыңызды көтереді. Инстаграм сізді қызықты парақша деп санайды. Бір пост арқылы оқырманды ұстап алуыңыз қажет. Охват неге түседі? Бірінші себебі аккаунт жүргізу. Жақсылап объективті түрде бағалаңыз. Контент қызықты ма? Оқырмандар реакция көрсетеді ме? Және қаншалықты? Мүмкін тақырыптар қызықты емес шығар. Жаңашылдық енгізу керек шығар. Екінші себебі алгоритм. Ұмытпаңыз, қаншалықты лайк, комментарий болса, соншалықты охват көтеріледі. Егер публикация қызықсыз болса, онда публикация көп көрсетілмейді. Үшінші себебі Инстаграм. Обновление алдында көбінесе охват түсуі мүмкін. Сондай байқалады. Бірақ ол біраз кішкене күту керек. Содан кейін қайтадан барлығы қалпына келеді. Яғни охваты орнына түседі. Оқырман қалай жинаймыз? Тегін түрлері. Бірінші түрі ол геотег, екінші хэштег, үшінші самолетик, сохранение көп болуы,
Төртінші ол ойнату, яғни ойын ойнату, взаимная реклама, взаимопиар. Бесінші, алтыншы лайк басу, жетінші подписка жасау, сегізінші сторис қарау, тоғызыншы комментарий жазу. Яғни оны қалай жасалады түсіндірейін. Бірінші геотег. Ол сіз публикацияңызда GPRS арқылы, GPRS-дің көмегімен өзіңіздің орналасуыңызды, яғни қандай қалада орналасуыңызды көрсетсеңіз, оқырманыңызды көбірек жинайсыз. Немесе қандай мекемеде отырсыз, немесе ресторан, кафе, немесе басқа қалаларды белгілеуге болады. Сол арқылы, сол геотег арқылы, геотегте орналасқан оқырмандар сізді көреді. Және екінші, ол хэштег. Ол арнайы кілтті сөздер арқылы сізді табу мүмкін. Осындай бір белгілер бар. Осындай белгі. Және содан кейін бір кілтті сөз, ешқандай пробелсіз. Мысалы, сізде публикация бір торт рецепті болса, сіз оның астына торт рецепті жазасыз. Немесе торт Наполеон рецепті. Немесе тағы да басқа. Сол арқылы, мысалы, сізді оқырман табуы мүмкін. Ол поисковикте Инстаграм ішінде торт рецепті, торт Наполеон рецепті деп жазып іздейді. Сол кезде сіздің публикацияңыз, яғни бір списокта әртүрлі басқа да аккаунттардың ішінде сіздің де аккаунтыңыз, публикацияңыз шығады. Себебі сіз осындай хэштегпен басқа адамдар да жазу мүмкін. Және самолетик сохранение көп болу. Яғни самолетик сохранение көп болса, оқырманыңыз көбірек жиналады. Ойын ойнату. Өзіңіз аудиторияңыз ішінде әртүрлі ойын ойнатсаңыз, сыйлық таратсаңыз, әртүрлі әрекет сұрасаңыз, мысалы, астына достарыңызды белгіле, сторисқа сал дегендей, сол арқылы ойын ойнатып, сіз көбірек оқырман жинайсыз. Взаимная реклама, взаимопиар. Яғни сізде 1000 подписчик болса, сіз сияқты 1000 подписчик немесе 2000 подписчик сондай бір блогтарды тауып, оларға ұсыныс жасайсыз. Бірақ олардың блогтары сіздің аудиторияңызға сай болу қажет. Мысалы, сіздің парақшаңызды әйел адамдар оқитын парақша болса, сізде әйел адамдар оқитын парақша іздеп, ол не обязательно сіз сияқты дәл парақша болмау қажет әрине. Ол сондай жанама, яғни сізде бір денсаулық туралы парақша болса, сіз әйел күтімі жайлы парақша тапсаңыз болады. Немесе интернет әйел адамдардың киімдерін сататын бір интернет-магазиндер болса, сол да болады. Яғни сіз маған сторизда немесе постта жарнама жасайсыз, мен де сізге сондай жарнама жасап беремін деген сөз, взаимопиар. Ол әрине тегін түрде болады. Лайк басу, яғни сіз өзіңіз басқа публикацияларға бір лайк басасыз. Әртүрлі аккаунттарға кіріп лайк басасыз да, өзіңізге назар аудартасыз. Олар кіреді, қарайды, кім маған лайк басты. Сіздің парақшаңыз жақсы, қызықты болса, дұрыс жазылған, дұрыс оформлениесі дұрыс болса, ол сізге жазылады. Подписка жасау, яғни сіз өзіңіз басқа біреулерге подписка жасайсыз, ол қарайды, маған кім жазылды, сіздің парақшаңыз қарайды және ұнаса сізге жазылады. Сторис қарау, яғни сіз біреулердің сторисін қарайсыз, ол да сізді көреді, менің сторисімді кім көрді екен деп қарайды және сіздің парақшаңыз қызықты болса, сізге де жазылады. Және комментарий жазу, үлкен аудиториясы бар блогтарда комментарий жазсаңыз, тақырыбына сай, сіз басқа адамдардың назарын аудартасыз өзіңізге. Сол кезде қарайды да, сіздің парақшаңызға кіреді және айтқандай сол сіздің парақшаңыз сол адамға қызықты болса, ұнаса, сізге жазылады және сонымен қатар сізге жаңа бір оқырман келеді. Енді оқырман қалай жинаймыз? Ақылы түрлері. Бірінші түрі ол таргет, яғни Фейсбуктағы реклама, ол Инстаграмдағы рекламаларға да жүре береді, яғни барлық реклама Фейсбукта жасалады.
немесе өзінің инстаграм қосымшасының ішінде бірден реклама жасауға, яғни промо акцияға басып таргет жарнамамызды жасаймыз. Және блогерлардан жарнама, яғни үлкен аудиториясы, үлкен охваты үлкен, сондай вовлечениесі, яғни пікір қалдыратын оқырмандары көп, оларды расында да оқитын бар аудиториядан жарнама жасасаңыз болады. Ол әртүрлі бағалар болады. Оның аудиториясына қарай 2000 теңгеден 5000 теңге, 8000 теңге, одан аса кете береді. Және конкурс өткізу. Конкурс өткізу ол бірнеше адам жиналады. Мысалы, сіз өзіңіздің бір спонсор боласыз, сол конкурсқа мысалы тағы да бір спонсорларды іздейсіз. Олар әр адам бір 1000 теңгеден, немесе 10.000 теңгеден, 20.000 теңгеден сондай ақша салып, бір призады алып, соған барлығыңыз бір конкурстар өткізесіз. Әр аккаунт өзіне соны жариялайды, және бұл барлық спонсорларға жазылу керек деп айтады. Сол үшін барлығы сол конкурсқа қатысу үшін, сыйлықтар алу үшін осыған қатысады. Яғни оны giveaway деп айтады, солай деп айтады конкурстар, бірақ ол өте сондай қауіпті. Себебі ол дұрыстап осылай сыйлықтар алғасын, барлығы өткесін конкурс, көбінесе тез барлығы қайтадан отписка жасап кетеді. Сол кезде охват тез түсіп кетеді, содан кейін аккаунт жаман болып қалады, яғни оның охваты түсіп, енді сіздің публикацияңыз төмен жерлерде көрсетіледі, төмен орындарда көрсетіледі. Mass following программалары ол подписка жасайды, яғни автоматикалық түрінде. Яғни ол сондай программалар оны сатып алады, бірақ ол бұрында жұмыс жасаса, қазір ондай жұмыс жасамайды, онымен тез банға кетіп қалады, полностью аккаунттар блокировка болып жабылып қалады. Сондықтан осындай mass following программаларын қолдануға кеңес бермеймін. Және конкурс өткізуді ол үлкен сондай жауапкершілік талап етеді сізден. Ол конкурс өткізесіз, конкурс кезінде жиналады сізге көп оқырман сыйлық алу үшін, содан кейін кетіп қалады. Сондықтан бұл сондай үлкен маңызды қадам. Сондықтан осы ақыл түрлерінен таргет, блогерлардан жарнама жасасаңыз да болады. Сонымен де ақ сіз көтеріліп оқырманыңыз жинап аласыз, иншаллах. Монетизация деген не? Ол монета деген сөзінен шыққан, яғни ақша. Яғни сізде блог болсын, интернет бір сайтыңыз болса, YouTube каналыңыз болса да, Facebook'та бір каналдар болса, олардың бір өзіндік монетизация ережелері бар. Мысалы, YouTube каналында белгілі бір подписчик жинап, белгілі бір көрсетілім болғаннан соң видеоңыз біраз ақша келе бастайды. Және міндетті түрде содан кейін сіз видео салып отыру қажетсіз, яғни дамыту керексіз. Содан кейін әр күн сайын сізде бір ақша келе бастайды. Ол әрине YouTube канал деген ол бір үлкен ауқымды бір тақырып. Оны кішкентай осындай бір сөзбен айта алмаймын. Бірақ монетизация ол әр қалай, және ол әр әлеуметтік желіде сондай ауқымда бір ережелері бар, өзінің бір каналда, яғни личный кабинеттері бар, статистика бар, барлық ақшаңыз бар, есептеп отыруға болады. Енді көріп отырасыз. Қазір енді біз инстаграмды айтып жатқан соң, инстаграмды ғана айтамын. Инстаграм ол монетизациясы жоқ. Яғни сізге ешқандай лайк үшін, просмотр үшін, комментарий үшін, сізге подписчик қосылды деп ешкім, енді инстаграм сізге ақша бермейді. Сонда монетизация қалай жасаймыз осы инстаграмда? Біз инстаграмды өзіміз ақшаға айналдырамыз. Мысалы, сіздің подписчиктарыңыз көп болса, оны айтқандай жарнама арқылы ақша табасыз. Сіздің интернет-магазиніңіз болса, сіз өзіңіз тауарыңызды қосымша көп клиенттеріңізді тауып ақша таба аласыз.
сіз бір профессионал болсаңыз, бір специалист болсаңыз, өзіңізге жеке мысалы жұмыстан қосымша жеке бір өзіңізге мысалы репетитор болсаңыз, мысалы мұғалім болсаңыз, жеке репетитор тауып, осы инстаграмнан жеке ақша таба аласыз, яғни оны ақшаға айналдырасыз, осы инстаграм парақшаңызды. Немесе өзіңіз бір профессионал, мысалы дәрігер болсаңыз, жеке бір консультация жасап, сол консультация арқылы ақша таба аласыз, осы инстаграм арқылы. Яғни әрине ол үшін бірінші инстаграмыңызды дұрыс толтырып, барлығын жасап дамыту керек. Содан кейін осы монетизация жасаймыз. Монетизация деген ұғым осы. Ол барлық әлеуметтік желіде бір ұғым.